Қайырлы күн, менің алтын көрермендерім. Бүгін сіздерге осындай дастарханның сәні болатын керемет қызылшадан салат жасап қана көрсетпей, қызылшаның қандай пайдасы бар туралы ақпараттар айтып өтемін. Салат жасау үшін бізге 2 дана қызылша, жуаның жартысы және жүгері қажет болады. Қызылшаны осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Достар, қызылшаны пісірерде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады және қатты болып піседі. Түбін, сабағын кеспеңіз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетеді. Егер қызылшаны тазаланған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сүрке су қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпауына көмектеседі. Қызылша тез пісуі үшін 1 ас қасық қант немесе өсімдік майын құйыңыз. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның беті ал қызыл болып жүреді, себебі темірдің сіңуіне әсер етеді. Енді жуаны тураймыз, оны жұқа етіп турау керек. Достар, қызылшаны жиі қолдансаңыз, шашыңыз қалың болады, жылдам өседі және жылтыр болады. Оған қызылшаның құрамындағы В дәрумені ықпал етеді. Бұлшық еттің массасын арттыруға көмектеседі. Өйткені қызылшада магний мөлшері көп. Достар, ақпарат егер пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұсынамын. Алдағы уақытта да осындай пайдалы ақпараттар беріп, әрі рецептпен бөлісіп отыратын боламын. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның есте сақтау қабілеті артады, себебі қызылшада йод көп. Тұмау тиіп, суық тиген кезде мұрынға тамызады, тамақ шаюға қолданады. Құрметті менің алтын көрермендерім, осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәруменге өте бай, өте дәмді салат шығады.
Бүгін осындай таңғы ас немесе бестің шайына арналған духовкада піскен қытырлап тұратын бутерброд жасайтын боламын. Видеоның маңызды жерлерін жіберіп алмау үшін видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Өйткені бұл видеода рецептпен бірге осы тағамға қосатын ірімшіктің пайдасы мен зиянын да айтып өтемін. Ендеше бастаймыз. Алдымен бізге 2 жұмыртқа керек болады. Аздаған тұз салып, әбден араластырып аламыз. Достар, батонды жұмыртқаға салған кезде көп ұстамаңыздар. Батон шылқып кетпеуі керек. Егер көп ұстасаңыздар, онда 2 жұмыртқа аздық етеді. Яғни батон жұмыртқаны өзіне көп сіңіріп алмауы керек. Осы рецептте мен 3 сосисканы қолдандым. Егер көп пісіретін болсаңыздар, онда 2 есе көбейтулеріңізге болады. Енді батонның бетіне 1 шай қасықтың көлеміндей кетчуп жағып шығамыз. Құрметті менің алтын көрермендерім, тура осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнаған болса, комментарий бөліміне жазып, сіздер де бөлісіп отырыңыздар. Дәмі керемет, өзі қытырлап тұратын осындай бутерброд үйдегі әрбір жанға ұнайды деп ойлаймын. Енді жаңағы үккіштен өткізілген сосисканы кетчуп жағылған батонның үстіне салып шығамыз. Достар, қазақша каналды қолдап, тіркеліп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырсаңыздар екен. Бұл мен үшін өте маңызды. Енді ірімшікті үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Достар, сіздер білесіздер ме, ірімшікті күн сайын қолдану жүрек қан тамырлары ауруларының дамуына келуі мүмкін. Несеп тас ауруы мен гипертония ірімшікті еш ойланбай көп тұтынудан болады. Бұл ірімшікте тұз мөлшерінің көп болуына байланысты. Сондықтан күніне 40-50 грамм ғана қолданған дұрыс. Бүйрек ауруы бар адамдар абай болу керек. Жүкті әйелдер көгерген ірімшік жеуге болмайды. Олар пастерленген ірімшік жеген дұрыс. Ірімшіктің құрамында калий, кальций, магний, В12 дәрумендері бар. Ірімшік жүректі қорғайды, қант диабетіне көмектеседі, холестерин деңгейін төмендетеді. Достар, бутербродымыз дайын болды. Духовкада 15 минут пісіріп алдым. Өте керемет, қытырлап тұратын сондай дәмді бутерброд шықты.
Енді сіздерге емі бір емес бірнеше дертке дауа болатын қызылшадан шырын жасап көрсететін боламын. Сонымен бірге сіздерге пайдалы ақпараттарды да айтып өтемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ол үшін бізге қызылшаның өзі, бір дана, бір алма, бір апельсин және 1-2 уыс мейіз, сонымен бірге науат. Барлығын видеода көрсетілгендей турап аламыз. Одан кейін қайнаған суға, мен 5 литр суға осылардың барлығын салып, жарты сағат қайнаттым. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қазақша каналға сөйтіп қолдау көрсетіп отырыңыздар. Енді сіздерге қызылша туралы аз-маз мағлұмат бере кетейін. Қызылшаның кереметтігін Гиппократтың өзі айтып кеткен деседі. Қызылша ангинаны емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, шекке, бауыр, бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып, жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шаясыз. Ал мұрын бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынынан 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылдаған соң-ақ керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін бір дана қызылшаны қабығынан тазартып, үккіштен өткізесіз. 1 стақан езілген қызылшаға 1 ас қасық алма сірке суын араластырып, тұндырып қойыңыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сығып алыңыз. Дайын болған соң шырынның 1 ас қасығын ішіп, қалғанымен тамағыңызды шайыңыз. Қызылша қанды көбейтеді. Қан аздық кезінде ең керемет ем болатын қызылшаның шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стақан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді. Әрі қуатыңыз да артады. Қызылша сонымен қатар миды жасартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне 1 стақан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем көрінеді. 1 стақан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл күйді көтереді. Егер біз ұсынған емді үзбей қабылдасаңыз, оң нәтижені 6 айдың ішінде анық байқайсыз. Қызылша бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржолата құтыласыз. Ем үшін стақанның 1/3 бөлігімен қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үккіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамындағы бетаин заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады. Қызылша шырыны бұлшық еттің ауруын басады. Әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес беріледі. Физикалық жаттығу, үздіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшық етке салмақ салады. Ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны. Қызылша онкологиялық аурулардың алдын алады.
Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері біліне бастаса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Міне ғажап, өз көзіңізге өзіңіз сенбейсіз. Өйткені қызылша шырыны сіздегі онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, аурудың алдын алады. Құрметті менің алтын көрермендерім, халық емін қолданбас бұрын ең бірінші дәрігермен кеңесіп алғандарыңыз жөн. Енді шырынымызды жарты сағат қайнатамыз. Баяу отпен қайнатқандарыңыз дұрыс. Жарты сағат өтті. Шырынымыз дайын болып қалды. Енді бөлек ыдысқа құйып аламыз. Сәл суытып барып ішкендеріңіз абзал. Апельсин қосқандықтан шырынымыздың түрі өте қою қызыл емес, әдемі цвет болып тұр. Достар, видеоға лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Өте дәмді шырын болды. Тура осындай қылып жасап көріңіздер. Бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Қызылшаға сәбіз қосып, мейіз қосып, солай да жасауларыңызға болады. Үйдегі бар көкөністерді қосып жасасаңыздар болды. Бүгін асқабақ қосылған мантының 2 түрін жасайтын боламын. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, өзіңізге қажетті дүниені үйреніп аласыз деген ойдамын. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Қазақша каналға сөйтіп қолдау көрсетіп отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Ал ендеше бастаймыз. Ең бірінші асқабағымызды осылай жіңішке етіп, одан кейін төртбұрыштетіп майда қылып турап аламыз. Асқабақты турап болғаннан кейін жуамызды тураймыз. Мен 400 грамм асқабаққа бір үлкен жуа қостым. Достар, асқабақтың адам ағзасына өте пайдалы екенін білесіздер. Асқазан жүдеген кезде, әлсіздік кезде сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ қосып жесеңіздер өте пайдалы болады. Сонымен бірге асқабақтың сары ауру дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек екен. Бауырға өте жақсы,
әрі қызметті жақсартады, әрі пайдалы. Фарш менде алдын ала тартылып, дайындалып қойған фарш. 500 грамдай қостым. Және туралған құйрық май міндетті түрде қосамыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз қостым, және қарабұрыш қостым. Фаршым мені сәл тұздалған болғандықтан 1 шай қасық қана тұз салдым. Енді жақсылап бәрін араластырамыз. Қазір асқабақтың сезоны, сондықтан әрі бауырға пайдалы, ағзаға пайдалы болғандықтан асқабақты мейлінше буға пісіріп, духовкаға пісіріп, жиі жеп тұрыңыздар. Мінекей фаршымыз да дайын болды. Енді қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін ұнға 1 жұмыртқа қосамыз, 1 шай қасық тұз саламыз, және су құйып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Асқабақ омега 3, омега 6 май қышқылдарына бай. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан шырынын ішу керек. Яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Қамырды қақпағын жауып, 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін осындай мантаварканың табақтарын алып, сұйық май жағып, дайындап қоямыз. Достар, видеоны достарыңызбенен бөлісіп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Тіркеліп алыңыздар. Одан кейін қоңыраушаны басып, все деген жазуды бассаңыздар, сіздерге менің жаңа видеоның шыққаны туралы хабарлама келіп түсетін болып тұрады. Осы айтылғандардың бәрін жасап, қазақша каналға қолдау көрсетіп жүріңіздер. Асқабақ минералды тұздар мен дәрумендерге бай. Дәндерінің құрамында ақуыздар, омега 3, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Қамырымызды осылай оқтаулап жайып алдық. Және осындай 3 бұрышты етіп кесіп аламыз. Енді фаршымызды саламыз. Оны осындай әдіспенен бүктеп, ұшына су жағып, осылай бекітіп қоямыз. Міне мына жерде екінші қайталап көрсетем. Салмасын аямай көбірек саламыз, өйткені қазір пісу барысында ол кішірейеді. Екінші дөңгелекті де оқтаулап жайып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ. Осындай жұмсақ болса, жайған кезде оңай жаясыздар.
Асқабақ қосылған фаршты осылай котлет тәріздес етіп домалақтап алып қойсаңыздар, мантыны түйген кезде шашылмай жақсы түйіледі. Достар, асқабақ туралы тағы да біраз мағлұмат айта кетейін. Адамға пайдасы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ағзадағы зат алмасу жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан тағы басқадан арылғысы келетіндерге таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдап паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Асқабақ шырынын балға қосып жатар алдында ішсе, жүйке жүйесі тыныштанып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, жақсы ұйықтайсыз. Менің оқыған ақпараттарым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Қажеттеріңізге жарасын. Соңғы мантыларымызды түйіп болып қалдық. Ендігі кезекте мантымызды пешке қойып пісіріп аламыз. 45 минут пісіріп аламыз. Мінеки мантымыз дайын болды. Тура осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарийда жазыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлнар Сапарқызы. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар. Бүгін осындай құрамы небәрі 2 заттан ғана тұратын, яғни бауыр менен картоптан тұратын тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін бауырды көбейттеп, яғни 4 бұрышты етіп турап аламыз. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қазақша каналға қолдау көрсетіп отырсаңыздар екен. Достар, менің каналымда көбіне қолжетімді, оңай, тез және өте дәмді тексерілген тағамдар ғана әзірленеді. Сондықтан менің каналыма тіркеліңіздер, барлық видеоларды қарап шығыңыздар, ұнаған салаттар болсын, ыстық тағамдар болсын, жасап көріңіздер. Бауырды турап болдық, оны осындай шұңғыл ыдысқа салып, үстіне сүт құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Бұдан кейін алдын ала суға пісірілген картопымызды 4 бұрышты етіп тураймыз.
Енді картобымызды майға қуырып аламыз. Осылай сәл қызартып қуырып алғандарыңыз дұрыс. Достар, біз өте майлы тамақ жемейтін болғандықтан мен картопты сорғытып алдым. Ал сіздер бірден тарелкаға сала берулеріңізге болады. Мінеки картобымыз қуырылып болды. Ендігі кезекте сүтін бөлек ыдысқа құйып алып, бауырдың өзін ұнға осылай былғап аламыз. Енді бауырды видеода көріп отырғандарыңыздай майға бірден салу үшін осылай ұннан ажыратып аламыз. Бауырды түгелдей осылай қуырып алдым. Енді осындай бір жуа керек болады. Оны жартыға бөліп тураймыз. Одан кейін укропымызды тураймыз. Менде осындай қатырылған укроп. Келесі кезекте жуамыздың үстіне жаңағы укробымызды саламыз. Аздаған қара бұрыш саламыз. Және кептірілген сарымсақ қосамыз. Сөйтіп жуамызды осылай қолмен араластырамыз. Достар, өте дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасаңыздар. Отбасыңыз сіздерге рахмет айтатын болады. Егер рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Енді осы үшеуін біріктіреміз. Осындай ыдыс алып, бауырымызды саламыз, картобымызды саламыз. Аздаған тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бұл тағамды лавашпен осылай жесеңіздер, тіпті дәмді болады. Бүгін сіздерге осындай лаваштан конвертиктер жасап көрсететін боламын. Менімен бірге сіздер де жасаңыздар. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Ендеше бастаймыз.
Бүгін өте дәмді баклажан дайындайтын боламын. Баклажанды біздің үйдің адамдары өте жақсы көреді. Ол үшін осындай баклажандар керек. Баклажан домаламай дұрыс тұруы үшін бүйірін осылай кесіп аламыз. Екінші баклажанды да тура солай кесеміз. Осындай екі таяқшаны қойып аласыздар. Бұл таяқшалар баклажанды тураған кезде түбіне дейін кесіліп кетпеу үшін қажет болады. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп көрулеріңізді өтінемін. Бұл мен үшін өте маңызды. Қазақша каналды қолдауларыңызды сұраймын. Мінекей турап болдық. Енді баклажанның әрбір бөліктеріне тұз сеуіп шығамыз. Бұдан кейін баклажанды 20 минутқа қоя тұрамыз. Оған дейін бізге сарымсақтың 2 түйірі қажет болады. Оны осылай жұқалап турап аламыз. Бұдан кейін шағын ыдыс алып, оған оливка майын құямыз. Сөйтіп, тұздық жасайтын боламыз. Тұздыққа кез келген дәмдеуіштер салуға болады. Паприка салуға болады. Орегано салуға болады. Мен тұз, қарабұрыш және кепкен сарымсақ салдым. Жиырма минут өтті. Енді баклажанды қағаз салфеткаменен жақсылап құрғатып аламыз. Енді баклажанның араларына чеснокты салып шығамыз. Енді баклажанды осындай фольгаға қойып, қайық тәріздес форма жасап аламыз.
Енді дайындап қойған тұздығымызды баклажанның араларына осылай құйып шығамыз. Баклажан пісіруге дайын болды. Менде духовка алдын ала қызып тұр. 200 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Енді петрушканы тураймыз. Аздаған май құямыз. Бұл баклажанның үстін сәндеуге қажет болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді баклажан болады. Мінеки, құрметті менің көрермендерім, өте дәмді баклажан дайын болды. Кухняның иісін көрсеңіздер, бүкіл кухняны алып тұр. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап үйдегілерді қуантыңыздар. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды екенін білесіздер. Қазақша каналды қолдап отырыңыздар. Сіздермен болған бүгін Гүлнар Сапарқызы. Қош, сау болыңыздар.